Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай сап-сары керемет жасалатын құймақтың рецебімен бөліскім келіп отыр. Осындай жұп-жұқа және де сап-сары болып піседі. Мен қалай сап-сары қылып пісіру қыр-сырымен сіздермен бөлісетін боламын. Олай болса, бастаймыз. Бізге қажетті 2 стакан сүт, жарты қасық шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, 1,5 стакан ұн, сұйық май 4 ас қасық және қайнап тұрған су 1 стакан, 3 жұмыртқа. Ал кеттік, ыдысымызға бірінші сүтімізді құямыз, қантымызды саламыз, тұзымызды саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстіне ұнымызды електен өткізіп саламыз. 3 бөлікке бөліп салдым. Осылайынан араластыра отырып ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып отырып, тағы да 3-ші бөлігін саламыз. Кішкене қалды. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне осылай шығады. Уайымдамаңыздар, сіздерде бұлай қою болмайды. Бұл құймақтың сыры да осында. Бірінші жұмыртқа салып араластырмаймыз. Сұйық майымды құйып, тағы да жақсылап араластырдым. Енді үстіне қайнап тұрған суды құйғанда, міне осылай әдемі болып қайта сұйық бола бастайды. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл құймақтың құпиясы да осыда. Жұмыртқаны басында емес, соңында саламыз. Соңында салып, осылайынан жақсылап араластырсаңыздар, жаңағы құймағымыз өзінің түсін жоғалтпайды. Осылайынан сап-сары болады. Жұмыртқасын қолдансаңыздар, тіпті керемет болады. Қараңыздар, менде осындай сап-сары әдемі болып шықты. Осылайынан жақсылап араластырамыз. Қараңыздар, қатты қою емес, қатты сұйық емес, құймаққа нағыз. Кетті, енді бастаймыз пісіріп. Табамызға аз мөлшерде сұйық май құйып, осылайынан жағып аламыз. Басында осылай жағасыз, содан кейін жағу қажет етпейді. Енді құймағымызды жақсылап құямыз. Мінекей. Қолға жабыспайды, жыртылып кетпейді. Осылайынан әдемі болып піседі сіздерде. Дайын болды. Менде 15-20 штуктай шықты. Жұп-жұқа, әдемі болып шықты. Енді осыған салмасын дайындайтын боламыз. Начинка, бізге қажетті 1 алма. Алманы осылай жақсылап турап аламыз. 3 ас қасық қант және 50 грамдай сары май керек болады. Творог 150-200 грамдай және де клегей керек болады. Енді ыдысымызға бірінші қантымызды салып, жақсылап осылайынан қуырып аламыз. Үстіне сары майымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне енді алмамызды саламыз. Осылайынан отта 2-3 минут ұстаймыз. Мінекей бізде дайын болды. Бұл да өте дәмді. Енді бәрі дайын. Осыны енді жаңағы құймағымыздың ішіне салатын боламыз. 1 ас қасықтан салсақ болады. 1 ас қасық творогымызды, сүзбемізді салып, үстіне клегейімізді құямыз. Менде 33% клегей. Осылайынан жақсылап орап, қараңыздар, жұп-жұқа, ішіндегінің бәрі көрініп тұр. Осылайынан бәрін дайындап алдым. Өте дәмді, жұмсақ, жұп-жұқа, осындай блинчиктің қалай жасалу түрімен сіздермен бөліскім келді. Үстіне осындай сироптар қосып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Құрметті менің оқырмандарым, рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Сау саламатты болыңыздар.